Барлықтарыңызға сәлем. Жалпы өздеріңіз білетіндей, көптеген адамдар сүт өнімдерін іше алмайды. Бұл неліктен болады? Сол туралы сіздерге айтып берейін. Біріншіден, сүт өнімдерінің құрамындағы негізгі элемент туралы айтайын. Ол бізде лактоза, яғни көмірсу. Жалпы барлық көмірсулардың ішінде ең негізгі көмірсу ол глюкоза. Глюкоза көмірсулардың ішіндегі моносахаридтер тобына жатады. Моно дегеніміз бір деген сөз. Яғни глюкоза ол бөлек бір молекула. Ал егер осындай глюкоза молекуласының жанына басқа бір молекуланы қосып қойсақ, ол жерде уже екі молекула болады. Яғни бұндай көмірсуларды біз дисахаридтер деп айтамыз. Ал глюкозаның галактоза деген көмірсумен бірігуін біз лактоза, яғни осы сүттің құрамында болатын дисахаридті айтамыз. Ал енді кішігірім кіріспе жасап, өстіп түсіндіре кеттім. Енді ары қарай сіздерге осы адамдардан не үшін сүт өнімдерін іше алмайтындығы туралы айтып кетейін. Кез келген сүт өнімін ішкен кезде, жалпы кез келген тамақты ішкенде біздің организмімізге жаңағындай көмірсулар түседі. Яғни жаңа айтып кеткен лактоза, бағана айтқандай дисахарид. Ол екі көмірсуның тізбегінен тұрады. Біздің организміміз осы сүтті, лактозаны оңай қорыту үшін, оңай сіңіру үшін, оның осы тізбегін үзу керек. Яғни глюкоза және галактоза болып, бізде лактоза бөліну керек. Ал осы процесті, яғни лактозаның тізбегін үзетін зат бізде фермент деп айтылады. Ол қандай фермент? Ол лактаза ферменті. Ал егер адамда осы лактаза ферментінің тұқым қуалайтын жетіспеушілігі болса, ол адамда логично уже организмі лактозаны сіңіре алмайды. Нәтижесінде адамда диарея пайда болады. Диарея дегеніміз білесіздер, ол іштің өтуі. Неге лактозаны қорыта алмайтын адамда бізде диарея болады? Себебі осындай адамдар лактозаны ішкеннен кейін, өзіне қабылдағаннан кейін, ол лактоза өзінің тізбектерін үзбейді, нәтижесінде лактоза ішектің қуысында сақталады. Ішектің қуысында қалған лактоза бізде қысымды жоғарылатады. Біздің ішек қуысымыздағы су, яғни ол қысым қай жақта жоғары, сол жаққа қарай барады. Ішектің қуысында қысым жоғарылағандықтан біздің суымыз толықтай көп мөлшерде, яғни толығымен сіңбейді. Нәтижесінде бізде диарея болады. Осындай лактозаның қорытылуы бұзылған адамдардағы екінші симптом ол ішекте газдардың жиналуы. Бұны былай түсіндірсе болады. Лактоза біздің ішек қуысымызда құр қалып қана қоймай, сол жерде қысымды көтеріп қана қоймай, ол бізде сол жердегі, яғни ішектегі микрофлорамен, яғни ол жердегі бактериялармен өңделеді. Бұл өңдеудің нәтижесінде бізде бактериялар көп деген газдар бөледі. Сол газдар біздің ішек қуысымызда жиналады. Ол жиналып қалған газдар ішектің шырышты қабатын тітіркендіреді, нәтижесінде адамның кіндік аймағында дискомфорт сезімдері пайда болады. Жалпы бүгінгі видеода осындай қарапайым тілмен сіздердің медициналық сауаттылықтарыңызды арттыруға тырыстым. Менің влогымды қолдап, комментарий жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Шарықтау Озанғар. Ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.